Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз жауынгерлердің түрлері. Өткен видеода айтқандай, жауынгер егерде екінші көлденең жолдан сегізінші көлденең жолға жететін болса, ол уәзірге, кемеге, пілге және атқа өзгере алады. Енді біз білеміз, 1, 2, 3, 4 бұл ақтардың жағы, 5, 6, 7, 8 қаралардың жағы. Біз өз аумағымызда 2 қадам алдыға жүре аламыз. Мысалы, Е4. Егерде біз бұл жауынгерді тоқтатпайтын болсақ, ол деген барынша уәзірге айналғысы келеді. Соған байланысты оның алдына бөгет қоямыз. Бұл жауынгерлердің түрлерін бөгеттелген жауынгерлер деп атайды.